Иран шахының Тәуке ханға жолдаған жауап хаттары 1661-62 жылдың желтоқсан қаңтарында, 1689 жылдың 10 желтоқсанында, 1692 жылдың 29 шілдесінде, 1693 жылдың шілде тамызында жазылған. Бұл хаттардың бірін алғаш рет шығыстанушы Қуанышбек Қарин қазақшаға аударып, 2006 жылы Жұлдыз журналына жариялаған болатын. Иранға қазақ хандығының тарапынан хат жеткізіп жүрген Бақибек аты аталады. Серікбай Жаркешевтің зерттеулері бойынша Иран шахына хат жеткізген Бақибек дұрысы Сүгірәлі Бақибек батыр Алтай Сайдал аталықтар әулетінен болып шығады. Иран шахының жауап хатынан оның Тәуке ханға деген үлкен сенімін, құрмет білдіргенін және оған Барқа аталықтың інісі Қабайұлы Бақибек батырдың елшілікпен келуінің өзі де шах үшін аса маңызды болғанын аңғарамыз. Бақибек батыр қартайғанда 1718 жылы қалмақ шабуылы кезінде қаза табады. Қанжығалы Бөгенбай батыр құн талап етеді. Елдегі әңгімеде қалмақ жағы Бақибектің құнына 3 қыз берді делінеді.